Bunu айтайын деген негізгі тақырыбымыз, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам «Валлахи ла юъмин» деді. Алламен ант етем, мұсылман емес деді. Пайғамбар ешқашан олай айтпаған. Сахабалардың өзі шошып кетті. 3 рет қайталады. «Валлахи ант етем, Құдайдың атымен, мұсылман емес, мұсылман емес, мұсылман емес» деді. Сахабалар таң қалды. «Мән я Расулалла, кімді айтып тұрсыз? Кім мұсылман емес? Бұл не болып қалды? Кім мұсылман емес?» дегенде, көршісіне зиян берген адам деді. Көршісіне зияндық жасаған адам мұсылман емес деді. Екінші бір хадисте, өзі тоқ отырып, көршісі аш отырған адам. Қараңызшы, мұсылман деген жоқ, ағайын деген жоқ. Жалпы көршің аш отырса, сен тоқ отырсаң, сен мұсылман емессің деді. Сонда намаз не болды? Сонда ораза не болды? Құдай деген не болды? Намаз қабыл болады, сауап болмайды. Яғни мұсылман адам көршісімен жақсы тұрады деген сөз айтқыңыз келеді. Дінімізде ең жоғарғы ауыр күші оңбаған болсын, көрші ит болсын, біз бәріміз сөйтіп айтамыз, бірақ біз бәріміз онымен жақсы жасауымыз керек. Көршілер 3 түрлі болады. Мұсылман емес көрші, мұсылман көрші және ағайындығы бар көрші болады. Ең жоғарғысы өзі көрші, өзі мұсылман, өзі ағайын туған туыс. Бұл патолог тұрады. Сонда көршіңіз бар болса. Болады ғой, кейбір жерде ауылда ағайындар бірге, бір көшеде, бір жақын пәтерлерде тұратын. Сол ағайын саған ең бірінші тұрады. Содан кейін бар, ағайындан кейін бар, мұсылман тұрады, мұсылманнан кейін жаңағы мұсылман емес тұрады. Мұсылман еместермен дұрыстап араласу жоқ. Қайта мұсылман еместермен де жақсылық көбірек араласа беріңіздер. Неге? Өйткені оның сенің ісіңе қарап қазаққа деген, дінімізге деген, мұсылманға деген мейірімі, махаббаты күшейеді. Сондықтан таспен атқанға аспен ат деп ең жоғарғы нәрсе. Енді көршім жаман болса не істейін? Жаман болса жақсылық жасай беріңіз. Үйді көршісіне қарап ал дейді. Бірінші үй аларды көрші ал деп айтқан дүние бар. Сондықтан отты шұқыласаң, өшеді, көршіні шұқыласаң, көшеді. Көршіменен жақсы тұрыңыздар. Көршімен ерегіспеңіздер. Алла тағала кәлима ла илаха илlallah деп айта алмаудың 4 себебі болады. Соның бүгін бірінші себебін айтып берем. Сол көршімен ұрысқан адамдар, көршімен дүние санасқан адамдар, көршімен кіріп шығымы болмаған адамдардың ең соңғы сәтінде бұл дүниеден өтерде ла илаха илlallah деп айта алмауының бірден бір себебі сол болады. Сондықтан ардақты ағайын, көршімен жақсы тұру, жақсы көршіні сұраудың өзі ғибадат. Құдайдан, Алла маған жақсы көрші бер деп айту дұғаларыңызға қосыңыздар. Өйткені пайғамбарымыздан келіп, мен жақсымын ба, жаманмын ба, бағаны кім береді дегенде көрші береді деген. Сол көршімен жақсы қарым қатынасында болыңдар. Көршің арақшысын. Имам Ағзам Абу Ханифа деген үлкен имамымыз өткен. Сол кісінің көршісі арақшы деген. Арақшы деген өлең айта береді екен. Имам Ағзам намазда тұрса да өлең айта береді екен. Жай шыбағын ғой. Әбден мастықпен. Сонда жаңа пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның жолында жүрген имам Ағзамның өзі сол алкаш көршісіне жақсылық жасап, ең соңында соның әрбір өлеңіне қосылып бір күні бір сөз айтып, бір несі бар, байты бар. Сол айтқан кезде, Құдай саған не істедім деп айта береді екен шыбап. Сол кезде Алла тағала саған мынаны істедім, өлеңіне қосылып айтып беріп, содан көршісі исламға келді деген сөз бар. Сол үшін айтайын деген, көршімен өте жақсы бола беріңіздер. Амандасыңыздар. Сенімен амандаспаса амандаспай ақ қойсын. Үйіне кіргізбесе кіріп, біз өз көршіге қашан ренжиміз? Мен үйіне шақырмаса ренжиміз. Біз шақырамыз көршіні үйімізге. Соңғы бізді шақырмаса, көршім біртүрлі мен. Неге? Мен шақырмайды үйіне. Сені шақыруға міндетті емес. Мені шақыруға міндетті емес ме? Жоқ, сен жақсылық жасай бер. Істеген жақсылығыңда санама. Сондықтан мұсылман меселеге даже бүйтіп айтайын. Көрші мұсылман емес, христиан деп айта берейін. Сол христиан көрші өзінің құдайына, о божы мой, мына мұсылман көрші менің қанымды ішті десе, Алла тағала сол мұсылман емес көршіге жәрдем береді, сенің жағдайыңды төмен түсіреді. Көп адам айтады, менің жұмысым алға жүрмейді, көршім алға. Солардың бүйтіп неге жүрмейді? Дұғасын беріп жатырмын, садақасын беріп жатырмын, жұмысым алға жүрмейді, балам үйленбейді, қызым байға тимейді, тірлігім жүрмейді, аурудан аурумын дегендердің жайлап бүйтіп сұрап, мына үкімде қалайсың, мына үкімде қалайсың, ағайынмен қалайсың, әке-шешеңмен қалайсың, бәрімен жақсы. Енді көршіңмен қалайсың деген кезде проблема осы жерден шығып келеді. Көршім былай нашар адам, негізі қанша жақсылық жасаймын, оңбаған адам. Проблема осы жерде болады. Сенің дұғаңның өтпеуі, тілегіңнің өтпеуі, басыңа бақ келмеуі, сол көршімен дұрыс тіл таппағаныңда. Сондықтан көршімен жақсы болыңыздар. Қияметтің күні көршімен жақсы болғандардың жүздері нұрлы болып тұрады. 16-шы туған айдай болады. Аллаға жаққан адам болады. Біз көрші амандаспаса, ерегісіп амандаспайтындар бар. Сондықтан айналып кетейін, көршіменен жақсы болыңыздар. Алла тағала баршаларыңызға жақсылық өмір берсін. Бізге тақырып айтпақ болған мәселе осы. Абдулла ибн Мубарактың
үлкен ғұлама өткен, сол кісінің көршісі мұсылман емес екен, үйін сатыпты. Содан айтты, үйі 200 мың доллар дегіпті. Елдің бәрі айтты, сенің үйің 100 мың долларына тұрмайды, сен неғып 200 мың долларға бағалап жатсың десе, менің көршім Абдулла ибн Мубарак сол үшін 100 мың доллар қостым деген екен. Сондықтан да құрметті мұсылман емес айтқан, біз солмен көршіменен жақсы тұру, бұл үлкен ұлағатты, Аллаға жаққан сауапты амалдардың бірі. Соның үшін сіздер көршіменен жақсы тұру сізге рахмет айтуы шарт емес. Біз анау көршімізге жақсылық жасасақ, рахмет айтуы міндет деп күтеміз. Жоқ. Алла баршаларыңызға риза болсын. Көршімен жақсы тұрыңыздар, амандасыңыздар. Таспен атқанға аспен атыңыздар. Алла дұғаларыңызды қабыл болуының бір есігі көршімен жақсы тұру. Ораза қабыл болсын.